Мен Қалилаева Света, Нүкіс қаласы 47 санлы айрым пәндер тереңдестіріліп оқытылатын класы бар Ұлыма білім беру мектебінің бастауыш класс мұғалімі болып, қазіргі келешек жастарымызға білім беріп келмектемін. Келешек жастарымызға білім берумен біргелікте өзіме бос уақыт тауып әдеби кітаплар оқимын. Һәм олардан өзіме рухи азық аламын. Менің ең соңғы оқыған кітабым Мұратбай ағаның Зановтың Тұтқын кітабы болды. Бірақ империяның Орта Азияны өз қарамағына қаратып алу ниеті бұнан 100 жыл алдын басыланған еді. Бізге тарихтан мәлім 1873 жылы Россия империясы Хиуа хандығын жаулап алды. Россияның бірінші императоры Петр I мемлекеттің шығыстағы шекарасын бекемдеу мақсатында 1714-1716 жылдары Хиуаға 2 мәрте ләшкер жіберді. Бірақ екеуінде де сәтсіздікке ұшырады. Үшінші рет бұл істі 1839 жылы Николай I давам еттірді. Бұл романда сол 1839-1840 жылдардағы Хиуа экспедициясы хақында сөз етілген. Лекін автор шығарманы тарихи деп атамады. Тек арғы идеясы тұтқында түскен қарақалпақ хаялының тағдырына байланысты уақияларға арналған. Кітапты оқыр екенсіз, еріксіз көзіңізден жас келеді. Әрбір уақия көз алдымызда сәулеленеді. Кітапты әлбетте сіздің келуіңізден орын алады деген үміттеміз.